саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Мынау биыл қазақтың қара сөзінің хас шебері, үлкен талантты прозашы, драматург, публицист Оралхан Бөкейдің туғанына 80 жыл толғалы отыр. Соған орай мына Өскемен қаласындағы Оралхан Бөкей атындағы кітапхана бастама көтеріп, Оралхан Бөкейге қатысты хабарларды, іс-шараларды жалғастыруды бастап жатыр. Бүгін мынау 18 сәуір ескерткіштерді қорғау күніне орайластырған осы іс-шарада біз мына Орекең тұрған үйдің жанынан бейне кадрларға түсіп тұрмыз. Осы үйде Орекең көп жылдар тұрды. Мұнда жоғары қабаттардың бірінде тұрған есімде, мен бір рет үйде болғанмын, сол жұмысты көрген ретінде. Орекеңнің қазысында өте деген белгілі жазушы тұрған. Осы үйде тұрып көптеген шығармаларын өмірге келтірді. Енді Орекең туралы қайта оны ретіндер, зерттеушілер айтып жатқан шығар, оның бәрін қайталау шарт емес. Ең бастысы үлкен талант өзін-өзі сақтап, өзін-өзі тәрбиелей отырып, талантын еңбекпен тәрбиелеп, қазақтың көркем сөзін көсегесін көгерткен айтулы азаматтарымыздың бірі. Табиғатқа жақын, сондықтан да өте бір бауырмал, сондай жан еді. Сол енді бүгін соны елеп, ескеріп, әр бағын ардақтап, асқақтап отырған қауым бір жағынан шын 80 жасқа келгені егер қатарымызда болса, онда арманымыз жоқ еді деген менен айтар, ол дүниесінде де Құдайым алдынан осындай жақсылықты ғана шығарсын, мына артына қалған ұрпағына Құдай өмір берсін, халқына мәңгі жасасын. Егер қазақ халқы мәңгі болатын болса, мәңгі жасаса, Құдайға шүкір, кімнің де әруағы асқақтап, халқыменен бірге жасайды. Бір күні Оралхан аға, мен сізді творчествоңыз арқылы танимын, бірақ өзіңізді жеке көрген емеспін деп бір күні телефоннан звондадым, бар батылдығымды жинап. Сол кезде түскі тамақ уақыт еді, келе ғой бақыт айналайын, мен сені күтіп отырам, түскі тамаққа бармаймын деді. Содан келсем, ол кісі жаңағы бұйра шашы жаңағы отыр екен. Өте келбетті кісі еді, және прям басын асқақ, шалқақ ұстайтын, өзі бір сыртынан қарағанда мен бір өте тәкаппар кісі екен деп жүргенмін. Сөйтсем, ол кісі өте қарапайым екен, бақыт жүр, мына қаламгер кафесінен барып, түскі тамақ ішіп келейік деді. Сол жерде мен тағы ұяңдығыма басып, аға мен тамақ ішпеймін, тойып келгенмін деп жаңа сыпайылық таныттым. Жоқ, жүр, екеуміз бірге барып тамақ ішейік деп, сол қаламгер кафесіне ертіп апарды. Жаңағы жазушы, ақын жігіттердің бәрі жапырлай қолын алып, ол кісіні жаңағы Оралхан ағаны құрметтеп атты. Ол екеуміз тамақ алдық. Сосын өзіне қандай тамақ алса, маған да сондай тамақ алды. Сосын бақыт маған қарама, сен өзің ұялмай іше бер тамағыңды деп әңгімесін бастап кетті. Оралхан аға ол бір кереметтей мейірімді кісі. Сол кезде біз жаңадан енді оқуды, жаңа қазғуды, жаңа келген жастарымыз бар. Жігіттер, қыздар. Сонда бірінші Оралхан ағаға барамыз. Өйткені ол кісінің жүрегі жұмсақ, өзі былай қарағанда тәкаппар адам сияқты. Басын шалқақтап ұстайды, бұйра шашын сілкіп ұстайды, тағы кереметтей жүреді. Мен сыртынан қарағанда өте тәкаппар кісі ғой. Сіз бізбенен сөйлесе қоя ма енді жазушы, мысалы журналистермен деп ойлайтынмын. Сөйтсем, ол кісінің жүрегі өте жұмсақ, сондай тамаша кісі екен. Былай кішіге қамқор болып тұрады, үлкенге ізет білдіреді, сондай сыпайы, жүрегі өте жұмсақ кісі болды. Жазғандарында да солай ғой. Оралханның жаратылысы бөлек жандарда ғана кеселетін жасандылығы жоқ, ерекшелігі сондай бір. Ол неден? Ол табиғаты, ол өскен ортасы, ол анасынан алған тәлім тәрбиесі, ана үлкендерінің көрген ортасы сауатты, көзі ашық, пәк жандар болған. Сондықтан оның алған тәрбиесі де көргені жақсы көш басты, содан болғаннан ғой деп өзім ойлаймын. Қалай болған күнде де әдебиет дегеннің мәнді, маңызды, рухы күшті. Егер біле білсе, шын тас жүректі де жібітетін әдебиет қолданысы. Ол біле білсек, бағдаршам іспетті. Халықтың бойындағы адами асыл қасиетін де көрсететін осы шығарма әдебиет. Әдебиетті өз өрніменен қолдана береді.
Дүниеде сөздің құдіреті не бар? Сол сөзді қазақтың сөзін орны менен қолданып, мәнін маңызына түсіне біліп, өзге де түсіндірсін деп, ұлтты жазып, табиғатқа жақындығын шын мәнінде қазақтың бойындағы адами асыл қасиетіне көрсетіп жазған бір жазушының біреуі.